Саламатсыздар ма оқушылар? Біздің бүгінгі кезекті сабағымыздың тақырыбы қанның құрамы мен қызметі. Қан түйіршіктері, эритроциттер, лейкоциттер, тромбоциттер. Сабақтың мақсаты қан құрамы мен қызметін сипаттау. Қан дене массасының 6-8% құрайды. Қанның құрамы 55% плазмадан, 45% қан жасушаларынан тұрады. Қан плазмасының құрамы биорганикалық заттардан және органикалық заттардан құралған. Оның 90% су, 0,9% тұз, 0,2% көмірсу, 0,7-0,8% майлар, 7 және 8% нәруыздардан тұрады. Нәруыздардың өзі 3 топқа бөлінеді. Альбуминдер, глобулиндер, фибриногендер болып. Альбуминдер, яғни олар дәрумендерді, гормондарды, май тәрізді заттарды тасымалдайды. Глобулиндер иммунитет, яғни антиденелерді қалыптастырады. Фибриногендер қанның ұюына қатысады. Құрамында фибриноген нәруызы болмайтын қан плазмасын қанның сарысуы деп атаймыз. Ал енді ары қарай эритроциттер қанның ең ірі жасушалары. Екі жағы ойыз, табақша тәрізді. Қанның 1 мм кубында 4-5 миллион эритроцит болады. Олар өздігінен қозғалмайды, тек қана ағынмен ағады. Көк бауыр мен бауырда жойылып, сүйек кемігінде түзіледі. Тіршілік ұзақтығы 120-125 күн. Оларда күрделі нәруыз гемоглобин болады. Ол оттек, яғни өкпеден мүшелерге көміршіл газын өкпеге тасымалдайды. Темірдің оттекпен қосылуы қызыл түс, яғни тот басу. Сондықтан эритроциттер қызыл түсті, қан да қызыл түсті. Ал гемоглобин қан пигменті деп аталады. Тромбоциттер қанды ұйытушы жасушалар. Домалақ сопақ пішінді, түссіз ядросы. Тіршілік ұзақтығы 7 күн. Сүйек кемігінің майында жасалады. 1 мм куб қанда 180-350 мың тромбоцит болады. Әрі қарай бізде лейкоциттер. Лейкоциттер ядросы бар және белсенді амеба тәрізді қозғалатын түссіз қан жасушалары. 1 мм куб қан мөлшерінде 6-8 мың лейкоцит болады. Лейкоциттердің тіршілік ұзақтығы 5-8 күн. Лейкоциттер ағзаны ауру тудыратын микробтардан қорғайды, иммунитетті жүзеге асырады. Сондықтан олардың мөлшері жұқпалы аурулар, ауыр дене жүктемесі кезінде және тағы басқа жағдайларда артуы мүмкін. Лейкоциттердің негізгі қызметі қорғаныштық. Лейкоциттер түйіршікті және түйіршіксіздер деп екіге бөлінеді. Лейкоциттердің қорғаныш қасиеттерін зерттеуге үлес қосқан ғалым Илья Мечников фагоцитоз құбылысын анықтап зерттеді. Кейін иммунитеттің фагоцитарлық теориясын жасаған болатын. Фагоцитоз. Фагоцитоз дегеніміз фагоцит деп аталатын лейкоциттердің бөгде денелерді жұтып, оларды жою процесі. Бұл негізінен жасушаның жеуінің бір түрі болып саналады. Мұнда бөлшек жұтылып, ферменттер арқылы қорытылмас бұрын, фагоцит оны өзі цитоплазмасымен қоршайды. Ерте ғасырдан-ақ адамдар қанның құрамы мен қасиеті туралы көп нәрсе білмесе де, оның тіршілік тасымалдаушысы екенін түсінген. Өйткені адам ағзасындағы қан тамырларының жалпы ұзындығы шамамен 100 мың шақырымды құрайды. Олардың бойымен 5-6 литр қан айналады. Күн сайын осынша қан көлемі жүрегіңіз арқылы 1000 рет өтетінін сіз білесіз бе? Если, например, у матери... Адамдардың 85%-ында эритроцит құрамында оң резус фактор, ал қалған 15%-ында теріс резус фактор болады. Ол тұқым қуалайды және ешқашан өзгермейді. Ересек адам ағзасында 6 литрге дейін қан айналатынын жоғарыда айттық. Ал жаңа туылған нәресте денесіндегі қан мөлшері 1 стақан ғана. Ал жер бетіндегі адамдардың бәрі небәрі 4 қан тобына топтастырылған. Олардың сәйкестігін сақтау әсіресе қан құю кезінде маңызды. Себебі құйылған қан сәйкес келмесе, адам өміріне қауіп төнеді. Мәселен, 1-ші қан тобындағылар әмбебап донорлар болса, 4-ші топқа кез келген топтағы қанды құюға болады. В случае, если, например... Егер адам реципиент болып, яғни оған қан құйылса, ол адам 1 жыл бойы өзгелерге қан құя алмайды. Арнайы қарсы көрсетілім бар.
Ғылыми зерттеулер бірінші топтағы адамдардың басқа топтағыларға қарағанда физикалық жағынан төзімді болатынын дәлелдесе, жапондар қан тобы адамның мінезіне айтарлықтай әсер етеді деп санайды екен. Айталық бірінші топ батыл, екінші топ тұйық, үшінші топ ақылды, ал төртінші қан тобын иеленгендер байсалды келеді дейді. Жапондар үшін бұл сипаттама өте маңызды. Тіпті қан тобы сәйкес келмесе, жұмысқа қабылдаудан бас тартады. Қан түйіршіктері эритроцит, лейкоцит және тромбоцит деп аталатын сұйық плазмалардан тұрады. Осылардың ішіндегі қанға қызыл түс беретіні эритроцит. Олар оттегіні тыныс алу мүшелерінен ұлпаларға, ал көмір қышқыл газын ұлпалардан өкпеге тасымалдайды. Сондай-ақ жиі еститін гемоглобин термині де дәл осы қанның қызыл түсті пигментіне байланысты. 100 мл қанда шамамен 15-16 грамм гемоглобин болады. Оның азаюы анемияға, сондай-ақ иммунитеттің әлсіреуіне әкеп соғады. Сондықтан құрамында темірі көп жеміс-жидектерді жиі жеуге тырысыңыз. Деніміз сау болсын. Ал енді оқушылар, бүгінгі сабағымыз бойынша беттің тапсырмаларын орындайық. Сандық сипаттағы ақпараттарды қаның жасушаларымен сәйкестендіруіміз керек. Оқушылар, осымен бүгінгі біздің қан құрамы мен қызметі тақырыбындағы сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.